Мен сіздермен бүгін Вестфей тұрғын үй кооперативі туралы әңгіме етпекпін. Өйткені бұл тұрғын үй кооперативі тұрмыстары төмен, табысы төмен адамдардың баспаналы болуына мүмкіндік жасайтын бір жақсы, тиімді, қолжетімді бағдарлама. Кооперативтік бағдарлама. Вестфей бағдарламасы тұрғын үй нарығында қазіргі күнге дейін 4 жылдан бері табысты жұмыс істеп келе жатыр екен. Осы уақыттың ішінде Қазақстанда осы кооператив арқылы 117 адам баспаналы болған екен. Мынау көз алдыңыздарыңызда тұрғандай тұрғын үй кооперативінің, Вестфей тұрғын үй кооперативінің Астанадағы мекенжайы. Сарыарқа аудандық әділет басқармасында тіркелген. Көріп отырсыздар, мына Бейбітшілік көшесі 43-ші үй, 415-ші кеңсе дейді, телефоны бар. Жалпы бұл кооператив қазақстандық емес, бұл кооператив негізінен Ресей. Кәсіпкері Роман Василенко деген кісі негізін салған. Санкт-Петербургта орталығы. Дегенмен 4 жылдан бері мінекей Қазақстанда және соңғы жылдарда Қырғызстанда табысты жұмыс істеп келе жатыр бұл кооператив. Осы кооператив арқылы тиімді жобамен жалпы баспана алуға болады. Қазір мен сіздерге көрсетейін, қандай шарттары бар екен. Негізінен алғанда кооперативтің қоятын ең басты талабы алғашқы жарна. Мысалы, сіздің алатын тұрғын үйіңіздің кем дегенде 35% көлемінде жарнасын салуыңыз керек болады. Немесе 50%. Егер сіз 35% тұрғын үй алатын тұрғын үйіңіздің 35%-ын жарна ретінде, алғаш жарна ретінде төлейтін болсаңыз, онда 10 жыл мерзімге 2% өсіммен, жылдық өсіммен бөліп төлеуге мүмкіндік аласыз. Яғни айтқанда 65%-ын кооператив төлейді, 35%-ын өзіңіз төлейсіз, содан кейін 2% өсіммен жаңағы ай сайын белгілі бір сомада төлеп отырасыз. Егер 50%-ын бірден төлесеңіз, алатын тұрғын үйіңіздің, онда 0%, яғни айтқанда ешқандай да артық өсімсіз, тек алған қарызыңызды төлеп шығасыз. Бұл өте тиімді, өйткені қазіргі кездегі ипотекалық кредит алу, оның жаңағы шарттары өте ауыр. Мысалы, 10 миллион теңгенің үйін, мысалы, 14%-бен ипотекаға бүгінде алатын болсаңыз, ол 2-2,5 есе артық төлейсіз. Мысалы, 10 миллион үйдің бағасы 10 жылдың ішінде 20-25 миллион болып кетеді. Немесе жаңағы соңғы кезде президенттің бастамасымен 7% өсіммен 25 жылға береді деп жатыр. Бұл да 2 есеге жоқ, 2 еседен астам артық төлеуге әкеп соғады. Өйткені сіз қазір алған 10 миллион теңгеңізді енді 25 жылдан кейін ай сайын төлеп отырғанда бір 20, 24, 25 миллионға дейін кетіп қалады. Сондықтан да мына жоба өте тиімді жоба. Өйткені бұл жобамен сіз үй алсаңыз, мысалы 10 миллионға ары кетсе бір 2,5-3 миллион теңге барлық шығынды қосқанда артық төлейсіз. Яғни айтқанда сізге бұл 13 миллион теңгеге түседі. Енді кооперативтің беретін жеңілдіктері қандай? Ең алдымен кооператив мысалы 4 жыл мерзімде, мысалы сіз алдын ала мерзімінен бұрын 10 жыл алған қарызыңызды төлеуіңізге болады, процентсіз, штрафный санкция дейді, онсыз. Сонда төлеп қойсаңыз 3 жылдың ішінде, мысалы, ондай болса келесі жолы үй алған кезде сіз ешқандай өсімсіз 0% өсіммен үй алуыңызға болады екен. Және егер сіз қарызыңызды 5 миллион теңге көлемінде алдын ала жауып тастауға ақша салсаңыз, онда
қалған сомасы, қарызыңыздың қалған сомасы 0%-ық төлеммен төлейтін боласыз. Артықшылықтары кооперативтің: ең алдымен нотариуспен бекітілген екі жақты шарт жасалады. Сол шарт бойынша барлық мәселе заңды түрде шешіледі. Содан кейін алған қарызыңызды, 65% мөлшерінде алған қарызыңызды 10 жыл мерзімге бөліп төлейсіз. Бұл яғни айтқанда кредит емес, кредитке келмейді. Кредит дегеніміз бұл өсіммен төлеу ғой. Мынада 2% өсім. Сосын негізі бұл қарызды бөліп белгілі бір мезгілде төлеуге жағдай жасау деген сияқты. Кооперативтің бір артықшылығы осы. Содан кейін кез келген сәтте сіз ақша төлеуге мүмкіндігіңіз болмай жатса, шартты бұзып, ақшаңызды түгел, салған ақшаңызды өсіммен мен процентімен бәрі қанша ақша салсаңыз, сонша ақшаны қайтарып алуға мүмкіндігіңіз бар кез келген сәтте. Содан кейін талап етілетін құжаттардың пакеті өте аз. Жеке куәлігіңіз болса, басқа құжат талап етілмейді. Табысыңыз туралы анықтама, тағы басқа нәрселердің қажеті болмайды. Сосын ақша негізінен теңгемен өлшенеді. Валютамен емес, теңгемен. Жаңағы инфляция, басқа нәрселер есептелмейді. Қанша ақша алдыңыз, сол ақшаны ғана төлеп шығасыз. Мысалы, биылғы ақшаның мөлшері мынадай болды, 2 жылдан кейін ол инфляцияға байланысты мынадай деп, оған жаңағы сізге қарызыңыздың көлемін көбейтпейді. Сол қанша алсаңыз, сонша төлеп шығасыз. Сосын Қазақстанның кез келген аймағынан үй сатып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Ол жер үй бола ма, ол көп пәтерлі үй бола ма, әйтеуір кез келген үйді қалаған ақшаңызға сатып алуыңызға мүмкіндік бар. Вестфей кооперативі, тұрғын үй кооперативі біздің тұрғын үй жылжымайтын мүлік нарығында Қазақстанда соңғы 3 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатыр деп айттық. Негізі құрылғанына 4 жыл болған, Ресейде келген. Осы 3 жылдың ішінде 117 адам, жоғарыда айтып кеттім, тұрғын үй алды. Осы кооператив арқылы арзан бағаға. Кооператив тұрғын үй алғаннан кейін мынадай, көріп отырғандарыңыздай сертификат береді. Таяуда ғана Астанада конференция болды кооперативтің. Сол конференцияда 25 адам өткен 1 жылдың ішінде осы кооператив арқылы тұрғын үй алған, баспана алған 25 адам осындай сертификат алды. Жалпы кооператив туралы, Вестфей кооперативі туралы сізді бұл мәселе қызықтыратын болса, осы кооператив арқылы тұрғын үй алуға мүмкіндік бар ма деп соған ақпарат алғыңыз келсе, онда осы видеоның астында сілтеме бар. Сол сілтемеде басу арқылы сіз сайтқа кіресіз. Сол сайтта кооператив туралы барлық ақпараттар толық жазылған. Сол арқылы сіз толық ақпарат алуыңызға болады.